Бүгінгі ойнайтын қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Тыңдаңыздар. Бөгет, қыраңқырау, нәсіл, әзір, табанау, даяр, шынығу, астар, жарық, шығындау, göre. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Препятствие. Тщательно рассматривать. Раса. Готовый. Молиться. Готовый. Закаляться. Изнанка. Грыжа. Тратить. Нежели. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамда жазамын. Күтіп тұрыңыз. Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын. Тыңдаңыздар. Фильмнің сценарийі осынысы. Кедей қарт жазушы өмірінің қарт кезінде ақшасыз қалды. Не істеу керек осылай жағдайда? Жазушы ақша табу үшін өзінің шығармасы бойынша сценарий жазып, фильмнің студиясына келді. Студиясының директорына. Сіздерге бұлай сюжетті ұсынамын деп сұхбатты бастады. Жарайды, дауыстап оқыңызшы. Мұқият естіп жатырмын, деді директоры. Бастайық. Фильм вестерн деген стиліне болады. Бекініс немесе форт деген таудың бөктеріне басқа ұлтының жерінде құрылды. Форттың тұрғындары жергілікті тұрғындарға аяусыздық көрсетті. Олардың қаруы жоғары болғандықтан тым сенімді болыпты. Бірақ қарсыластың саны көбірек болды. Олар күш салып, бекіністі қоршауға жоспарлады. Олардың арасында тыншы болды. Ол жоспарды фронттың тұрғындарға ашты. Сол себептен форт тұрғындары қарсыластың шабуылынан қарсы бөгетті салу үшін тауға шықты. Оларға ағаштардың діңгектерді әзірлеумен айналысу қажет. Жұмыс жасаудың алдында олар өздерінің шыдамдығын шынығу үшін Құдайға табынды. Жарайсыңдар, уақытты шығындамайық. Күздің күні қысқартып кетіпті. Бізге күн батқанға дейін жылдамдықпен жұмыс істеу керек. Қатал даусымен деді жасақтың қолбасшы. Әуреленбе, бәрі даяр болады. Бөгетіміз қарсыластың шабуылдан құтқарады. Осы маңайда оны боқпантап өлтіреміз, деді жас көрінетін жігіт. Тұрғындардың арасында ұзақ уақыт бойы жас жігіт болды. Оның астарында қарсыластың жасырылған тыңшысы болды. Ол бәрін естіді. Қолбасшысына сергек жауап берді де, дәл қазір қашқысы келсе де, өзінің құпия қалағанын жасыру керек. Қашқаннан гөрі бекініс тұрғандардың жоспарларды соңына дейін танамын деп ойлады ол. Тоқтаңызшы, қызық екен, жарайды. Сценарийіңізді ұнатамын. Сценарийіңіздің жалғастыруды қараңқырап, фильмді түсіреміз, хабарласамыз, деді фильм студиясының директоры. Керемет, ақырында жарығымды емдеу үшін ақша табамын. Далаға кеткеннен кейін өзіме үмітпен толы сыбырлап айтты жазушы. Келесі жаттығуда синхрон аудармасының жасауды
Трасай. Мәтінді орыс тіліне оқимын, сіздер оны қазақ тіліне аударуды тырысыңыз. Тыңдаңыздар. Предложение сценария фильма. Бедный, пожилой писатель в старости остался без денег. Что делать в такой ситуации? Чтобы заработать денег, писатель написал сценарий по своему произведению и пришел в киностудию. Обратившись к директору студии, он начал разговор. «Предлагаю вам прослушать вот такой сюжет». «Хорошо, читайте вслух, пожалуйста». «Я внимательно слушаю», — сказал директор. «Начнем. Фильм будет в стиле вестерн. Укрепление или форт было построено на склоне горы, на земле другого народа. Жители форта проявляли жестокость по отношению к местным жителям. Поскольку их оружие было лучше, они были слишком самоуверены. Но врагов было больше. Они собрались силами и планировали осадить крепость. Среди них был шпион. Он раскрыл план жителям форта. По этой причине жители форта поднялись в горы, чтобы построить заграждение против атаки врага. Для этого нужно было заняться заготовкой бревен. Перед началом работы они помолились Богу, чтобы укрепить свою выдержку. Ладно, не будем терять время. Осенние дни стали короче. Нам нужно работать быстро, пока не село солнце, сказал строгим голосом командир отряда. Не волнуйтесь, все будет готово. Наше заграждение спасет от атаки врага. Мы перебьем их здесь же, устроив засаду, сказал молодо выглядевший боец. Среди бойцов крепости долгое время был вот этот самый парень, который на самом деле был шпионом врага. Он все услышал. Он дал бодрый ответ командиру. И хотя сейчас уже ему хотелось сбежать, он должен был скрывать, кем является на самом деле. Лучше, чем бежать, я узнаю планы жителей крепости до конца, подумал он. Остановитесь, интересно. Хорошо. Мне нравится ваш сценарий. Мы тщательно рассмотрим его продолжение и снимем фильм. Мы свяжемся с вами, сказал директор киностудии. Великолепно. Наконец-то я заработаю деньги, чтобы вылечить свою грыжу, прошептал писатель, полный надежд, уже выйдя на улицу.